Шын білім, ақиқат білім, анық білім. Адамның басына қонған бақыттың тұрақты болуы жақсы мінез құлыққа байланысты. Мінез бен ақыл жарасса, адамгершілік ұтады. Өз ісінің білгірі, һәм шебер атану үшін жақсы жұмыс істеп жетік. Білімге ұмтылу керек. Қандай іс істемек болсаңыз да, игілігін көріп, рахатына бөленуді мақсат тұтқан жөн. Бақыт қуанышпен асқан ләззат, сұғу, ең әсем, ең көрікті нәрсені барынша тиянақты және кемелді түрінде аңғару арқылы пайда болып, толық дәрежесіне жетеді. Тәрбиелеу дегеніміз адамның бойына білімге негізделген этикалық құндылықтар мен өнер қуатын дарыту. Ақыл парасат күш адамның ойлауына, пайымдауына, ғылым мен өнерді ұғынуына және жақсы қылық пен жаман қылықты айыруына көмектесетін күш. Ғылыммен айналыссам деген адамның ақыл ойы айқын, ерік жігері зор, тілек мақсаты ақиқат пен адалдыққа қызмет етуге талап жолында болу шарт. Жай ләззат іздеу, кәсіпқұмарлыққа ұқсас әрекет онда болмасқа керек. Адам мақсатына өзін-өзі жетілдіру арқылы жетеді. Тіршілікте құрыштай бол төзімді, сан мәртебе алдаса да өзіңді. Тағдырынды еш уақытта жазғырма, тіпті кейде болса да әзәзілі азғырған. Өрге жүзген өнегелі ісімен, таңда да ал дос өз теңнің ішіндер. Жүргендер көп достық атын малданып, алайда тек қалма оған алданып. Бауырын қанша сүйгенмен, өтеді өмір кейбеңмен, шындыққа бастық алулап, пенделіктен бол аулақ. Жататын ләйім жаңғырып, бұл ғұмыр емес, мәңгілік. Бейоппа мына заманда, бақыл боп кетер адамда. Жұрт күлен күнін көп қызық, жіберер зая өткізіп. Қандай ғылым болса да, ол адам санасына дербес, ерекше мәндерді ұғыну арқылы ұялайды. Ғылым адам санасына болмысы бөлек, ерекше, ұттырлы ұғымдарды орнықтыру арқылы ұялайды. Шын білім, ақиқат, анық білім. Қашықтасын, туған жер қалың елім. Не бір жерік болдырып жарау деген, шаршадым мен, қанатым талды менің, шаңғыт жолға сарылып қарау менен. Кері оралмай жолдарым жатыр ағып, қасіреттің жасына көз жуынар, о жаратқан, көп неткен ақымағын, құм секілді тезісіп де суынар. Зиялы аз бір тұтам тіршілікте, әкімдікке күллісі жүгіреді, көкірекпен сезініп күрсініп кеп, жаным менің түршігіп түнереді. Қайтейін мен көкжиеккендігімді, келер күнге үмітпен жол ашамын. Қош шөл мектеп өткізіп өмірімді, соны медет етеді болашағым. Бір шөлмекте көксия толып тұрса, екіншіде шарап бар жайым әлім. Даналықты сияммен толтырсам да, шарабыммен, шерімнен айығамын. Нұрсұлтан қаласы әкімдігінің оқушылар сарайына Әл-Фарабидің аты берілді. Әл-Фараби адамзаттың бегі болып қала бермек.